Қайырлы күн барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Алманың адам ағзасына қандай пайдасы бар, соны айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алма адам ағзасына өте пайдасы мол жемістің бір түрі. Алманың құрамында А, С, Е, В дәрумендері бар. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, әртүрлі ауруларға қарсы тұрып көмектесетін дәруменнің бір түрі. А дәрумені шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. А дәрумен жетіспегенде тері құрғап, жарылып, түсі күңгіртенеді. В дәрумені организмде дұрыс зат алмасу үшін қажет. Бұл дәрумен жетіспегенде шаршағандық сезіліп, ас қорыту жүйесі бұзылады. С дәрумені ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу әрекетін арттырады. Жүйке және тіске беріктік қасиеті бар. С дәрумені жетіспегенде ағза тез шаршайды. Е дәрумені бұлшық еттердің қызметін жақсартады. Сондай-ақ алма марганец, кальций, калий, фосфор, натрий, мырыш бар. Бұл ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды, ойлау қабілеті жақсы дамиды. Ал ең бастысы алмада темірге бай. Темір қан айналымы жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтау үшін күніне бір алма жеу қажет. Сондықтан алманы күнделікті тұтынып отырыңыздар. Рахмет.